Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздерге бауырдан рулет пісіріп көрсетпекшімін. Видеомнан алыстамай соңына дейін қараңыздар. Бұл рулетті жесеңіздер тоқтату мүмкін емес, сондықтан көріңіздер. Ең бірінші біздер бауырымызды жақсылап жуып, сыртындағы шандырларын, артық майларын, пленкаларын алып тастап, блендермен немесе мясорубкамен жақсылап езіп аламыз. Міне жақсылап езіп алдық. Енді осы массамызға үстіне сүт құямыз және де жұмыртқа саламыз. Жақсылап тағы бір араластырамыз. Бұл бауырдан негізі көп нәрсе жасауға болады. Пісіруге, яғни торттарын жасауға болады, котлеттерін, еще бұл витаминге өте бай. Сондықтан көп нәрсе жеуге тырысыңыздар. Енді үстіне ұнымызды, тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап ұнымыз езілгенше араластырамыз. Енді аз мөлшерде сұйық майымызды құйып, тағы бір араластырып аламыз. Біздерде осындай сұйық масса болу керек. Енді қызып тұрған тапамызда екі жағын бірдей етіп пісіріп аламыз. Мына жерде менде тапам 22 диаметрлік. Осының үстіне аз мөлшерде құйып, блини пісірген сияқты пісіріп ала береміз. Көп тұрып қалмасын, бірден өзі бауыр бірден піседі, сондықтан бір құйғаннан кейін осы бетіне пузырьктар шыққан кезде мына бетін ауыстырып қоя берсеңіздер болады. Енді осылай бүкілін пісіріп ала береміз. Содан соң барып біздер ішіндегі салмасын дайындаймыз. Салмасына әркім қалауынша пияз бен сәбізді араластырсаңыздар да болады. Мен пиязды қаламағандықтан құр сәбізді ғана қостым. Енді сәбізімді мен үккіштен өткіздім және де осы қызып тұрған майымызды қуырып аламыз. Майды көп емес, аз мөлшерде құйсаңыздар жеткілікті. Міне сәбізіміз дайын, екі жағын әдемі етіп қуырып алдық. Енді осы сәбізіміздің үстіне бір немесе екі чеснок осылай майда үккіштен өткіземіз. Сонан соң барып майонез салып, жақсылап араластырамыз. Негізінен отбасымда осы бауырдың котлеттерін, бауырдың тортын, осындай рулеттерін жиі жасаймын, себебі гемоглобин көтеруге көп көмектеседі. Енді бірінші осындай видеодағыдай етіп жасайсыздар. Енді осы бауырымыздың ішіне начинкамызды салып, рулет секілді орап шығамыз. Үйіңізде укроп болса да, осылай зелень салсаңыздар әдемі дәм береді. Негізі мен көбінесе укропты қосып жасаймын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөліспекшімін. Сондықтан каналымды жоғалтып алмау үшін подписация басылмасын басып, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Рулеттеріміз дайын болып қалды. Енді әркім қалауынша сәндеп қойса болады.
міне көріп тұрғандарыңыздай енді рулеттерімізді кесіп дастарханымызға қоя берсек болады. Әркім қалауынша сәндесе болады. Астына салатын лист қойсаңыздар да болады, қалауыңызша. Рулетіміз дайын, өте әдемі болып шықты. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.